Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге Permanent Mathematics платформасы жайлы айтқым келіп отыр. Бұл платформа тегін, ақысыз және тіркелуді қажет етпейді. Ең алдымен Google-ға кіріп жазып аламыз. gameafledu.com. Сол арқылы біз бұл сайтты тауып аламыз. Бірінші орында тұрады Permanent Mathematics деп. Одан кейін бұл сайтқа кіру арқылы біз бірден 3 ойынды көре аламыз. Яғни оқушыларды топтыққа бөле отырып, 2 топпен жарыстырсақ болады. Оның бірінші ойында арқан тарту, міну және қаппен секіру. Енді ең алдымен бірінші ойын таңдап көрейік. Арқан тартыстың ішінде 4 математикалық өрнектер бар: қосу, азайту, көбейту, бөлу. Ең алдымен қосудан және оның ішінде оңайы, орташа және қиын тапсырмалар бар. Және бастауыш сынып болғаннан кейін біз оңайын таңдап көреміз оқушылар үшін, және оқушыларды электронды тақтаға шығару арқылы бір-бірімен жарыстырамыз. Бұнда 2 топқа бөлсек болады: қызыл және көк. 2 топқа 2 есептер беріледі. Мен сіздерге қазір бір топтың есебін шығару арқылы қалай жеңімпаз болуға болатынын және арқанды тартуда қалай көмектесетінін, ойын қалай жүзеге асыратынын көрсетейін. Оқушылар үшін өте тартысты ойын болмақ, себебі кішкентай сынып оқушылары үшін бұл топтық жұмыстар жарысуға және есептерді шығаруға, шапшаңдыққа үйрететін болады. Топ арқылы бір-бірден шығару арқылы есептерді келесі топ мүшесіне жіберу арқылы бұлар ойынның қызығын көре алады және шапшаң есеп шығаруға үйрене алатын болады. Сонымен екінші ойынды таңдайтын болсақ, бұл бізде арқанға мініп жалауды алу. Бұнда азайтуды таңдап көрейік және бастауыш сыныптар үшін ең оңай жеңіл деңгей таңдаймыз. Топтарды дайындап алып, бөліп алып, 2 жаққа есептер шығарамыз: қызылдар және көктер қалдырып. Бұнда да азайту тапсырмаларын орындау арқылы жалауды кім бірінші қол жеткізетіндігін анықтай аламыз. Электронды тақтада 2 жақта бір уақытта есептерді шығара алатын болады. Бұл тапсырмаларды орындау арқылы 7 есептің тезірек және шапшаң шығару арқылы кім бірінші жалауға жетеді, соны анықтайтын боламыз. Бұл есепте оқушылардың шапшаңдығына, есепті дұрыс шығаруына және топтық жарыстарда өздерін көрсете алуларына көп көмегін тигізеді. Соңғы ойынды таңдап көрсетейік. Бұл қаппен секіру. Бұл жерден көбейту кестесін жаттауға өте ыңғайлы және тез жаттауға көмек беретін, тексеруге көмек беретін ойын болып табылады. Көбейту кестесін тексеру арқылы оқушылар бұл қаптарда жүгіріп, кім бірінші, қай топ бірінші есептер шығаратынын анықтауға болады. 2 топқа да бірдей 10 есеп беріледі. Оқушылардың көбейту кестесін қалай жаттағанын тексере отырып, бұл топтық жұмыстарда қай топ бірінші орын алғанын анықтап және шапшаң шығаруларын, көбейту кестесін жатқа білетіндіктерін тексеріп алсақ болады. Платформа өте жеңіл және интернет желісін ғана қажет етеді. Бұнда ештеңе құрастырып және жасаудың қажеттілігі өте қатты керек емес. Тек қана 2 топқа бөлу арқылы оқушыларды жарыстыруға ыңғайлы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.